Сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Бүгінгі бізде тақырып ангина туралы болмақ. Ангина деп отқанымыз ол адамның ауыз жұтқыншақта орналасқан бадамша бездерінің қабыну ауруы. Латын тілінен аударғанда тұншықтыру, қысу деген мағынаны білдіреді. Ал қазақша оны баспа деп атайды. Яғни ол жұтыну кезіндегі қатты ауырсыну деген мағынаны береді екен. Ангинаны тудырушы себептерге біздер бактериялар, вирустарды, грибоктарды жатқызамыз. Бактериялардың ішінде ең жиі кездесетін ол стрептококк бактериясы екен. Ал вирустарда аденовирус, грипп секілді инфекциялар тудырып жатады. Үшіншіден, грибоктар ол өте сирек кездеседі және оны туындатқан жағдайда кандида туыстығына жататын саңырауқұлақтар тудырады екен. Ангинаның 4 түрі бар. Ол катаральды ангина, фолликулярлы ангина, лакунарлы ангина және флегмонозды ангина. Катаральды ангина деп отқанымыз ол таңдай бадамша безінің қызарып ісінуімен көрініс береді. Ал фолликулярлы ангина деп отқанымыз ол таңдай бадамша безін қараған кезде ақ түйіршіктердің байқалуымен білінеді. Ал лакунарлы ангина деп отқанымыз ол бадамша бездерінің ойыстарында сызық болып көрінетін ангинаның түрі болып табылады. Ал флегмонозды ангина деп отқанымыз ол таңдай бадамша безінің терең қабаттарынан қабынудың пайда болуын айтады. Бұл ангинаны қалай емдеуге болады? Яғни ангина кезінде міндетті түрде асқынбай тұрған кезде дәрігерге қаралу керек. Ол үшін жалпы қан анализін тапсырып, мазок, бакпасев деп айтылады. Жалпы тілде тапсырғаннан кейін соның результатымен нақты емді қабылдаған жөн деп ойлаймын. Бұл ақпарат сіздерге жол көрсетуші ақпарат, және де бұл жеке әрбір адамдарға жағдайында әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде дәрігерге қаралуды ұмытпаңыз. Бұл сізге жол көрсетуші ақпарат болады. Және де егер де бактерия тудырған болса, оған антибактериалды препараттар беріледі. Және де ол бактерияны жойып, әрі қарай қабынуға қарсы препараттар, ол қабынуды жояды, ісінуді басады. Ал және үшіншіден дезинфекциялаушы себетін препараттар беріледі. Және ауыз қуысын шаю, абильді жылы сұйықтық ішу. Абильді жылы сұйықтық ішу бұл осы шышты қабатты ылғалдандырып көмектессе, дезинфекциялаушы ауыз шаю немесе антисептиктер себу арқылы біз бактерияларды шышты қабаттан босатып, сыртқа шығарып, ауызды шаю арқылы сыртқа шығарып отырамыз. Бұл ангинаның алдын алу үшін не істеу керек? Алдын алу үшін иммунитетті көтеру керек, суық тиюден сақтану керек, жеке бас гигиенасын сақтау керек. Және де төртіншіден, бұл ауру адаммен, науқас адаммен контактыны уақытша шектей тұру керек. Осы кезде ғана адам ангинаның алдын алады. Алдағы уақытта иммунитетті қалай көтереміз, суық тиюден қалай қорғанамыз, жеке бас гигиенасын сақтау не екені туралы видеолар түсіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, іштегі мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, астына жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде қарап, сол сұрақтарға жауап жазатын боламын.